Екінші дәріс психолингвистика тарихы. Психологияның танымдық бағыты субъектілердің ойлау, қабылдау, тану, пайымдау, түсіну әрекеттерін жан-жақты талдау негізінде адамның ішкі, көзге көрінбейтін әрі нақты механизмдер мен процесстер арқылы емес сана, жады қызметтердің көмегімен бақыланатын мәселелерді шешуге бағытталады. Ғалым лингвист Кэс психолингвистика дамуында 4 негізгі кезеңді атап көрсетеді. Қалыптасу кезеңі, лингвистикалық кезең, когнитивтік кезең, когнитивтік ғылымның ағымдық кезеңі. Алғашқы кезең үшін структурализм мен бихевиоризм идеяларының әсері тән болса, екінші лингвистика мен психолингвистикадағы трансформациялық туындатушы грамматиканың басым болуымен байланысты. Когнитивтік кезең Хомский жариялаған грамматиканың негізгі қызметінен бас тартып, оның, яғни грамматиканың семантикамен, ал тілді меңгеру мен пайдалану үдерісіне қатынасатын басқа да когнитивтік және жүріс-тұрыстық жүйелермен байланысын мойындаумен сипатталады. Психолингвистика дамуының ағымдық кезеңі когнитивтік әдістің психолингвистикалық білімдер, тілдік репрезентациялар табиғатын орнатумен байланысты зерттеуге әкеп соғады. Сонымен қатар психолингвистика дамуының бұл кезеңі аталмыш білімдер мен репрезентациялардың талқылау және шешім қабылдау сияқты ойлау қызметінде пайдалануын анықтайды. Кэс атап көрсеткен соңғы екі кезеңнің ажыратылуын түсіну үшін когнитив элементімен сәйкес келетін бірнеше терминдердің ара жігін ашып алған жөн. Себебі бұл мәселе өте күрделі болып танылуда. Алдымен сананы ғылыми зерттеу пәні ретінде зерттеу мүмкіндігін жоққа шығарып, психиканы жүріс-тұрыстың түрлі формаларына жатқызып жүрген бихевиоризмге ментализм, адамның ойлау санасына көңіл бөлу және когнитизм қарсы болғанын ескеру керек. Когнитивизм бойынша алғашқы кезде сынға қатты алынған ойлау, шешім, қабылдау сияқты қасиеттер тілдік үдерістерге жатқызылады. Танымдық, яғни когнитивтік үдерістер табиғатын зерттейтін когнитивті психология алғашқы кезден бастап жасанды интеллект саласындағы зерттеулер тарапынан қатты әсер алды. Алайда осыған негізделген теориялар адамның танымдық үдерістері, аталмыш үдерістер механизмдерін түсіндіріп жеткізуге жеткіліксіз болды да, бұның өзі философтар, филологтар, психологтар, лингвистиктер жасанды интеллект саласындағы мамандарды біріктірген когнитивті ғылым ретінде жүзеге асатын пәнаралық, яғни междисциплинарный әдістің қажет екенін мойындатуға әкелді. Соңғы 10 жылдық ішіндегі психолингвистикалық еңбектерді талдай келе, психолингвистикалық, когнитивтік психология, когнитивтік лингвистика, жасанды интеллект, сонымен қатар прагматика саласындағы зерттеулердің ортақ мәселені қарастыратынын байқауға болады. Когнитивтік психология, тіл біліміндегі психологизм туралы дегеніміз, адамдардың дүние, әлем, қоршаған орта жайлы ақпаратты қалай алатынымен, адам осы ақпаратты қалай ұғынады, ақпараттың есте сақталып білімге айналуымен, осы білімдерді біздің зейініміз бен жүріс-тұрысымызға тигізетін әсерін зерттейтін психологияның бір саласы.
Басқаша айтқанда, адамның шындық жайлы алған ақпаратты түсіне біліп, оны шешім қабылдау, күрделі мәселелерді шешуде қолдана білуге тырысуы когнитивтік әдіс арқылы іске асады. Когнитивтік психологияның нысанын білімнің құрылымы мен түсінік аппараты немесе адамның сөйлеу әрекеті құрайды. Тілге грамматикалық теорияларда берілген когнитивтік сипаттамалар психолингвистикалық зерттеулерде төрден алған орындарынан айырылып, олардың атқаратын рөлі тек басқадай когнитивтік және жүріс-тұрыстық модульдермен қатар сөйлеу үшін қолдану және меңгеру үдерістерінде ғана ескеріліп жүр. Когнитивтік психология мен когнитивтік лингвистиканың қарастыратын ортақ мәселелеріне жады, есте сақтау, ішкі сөздік қор, сөйлеу әрекетін туғызу мен қабылдау жатады. Психолингвистиканың көптеген әдіс-тәсілдері психология ғылымынан алынған. Сондықтан да психолингвистика лингвистиканың емес, психологияның да бөлімі деп есептеледі. Осыған байланысты көптеген ғылыми кітапханаларда психолингвистика кітаптары лингвистика бөлімінде де, психология бөлімінде де кездеседі. Ресей психолингвистикасында Щербаның тілдік құбылыстарды үштік аспектісі және тіл біліміндегі эксперимент жайында деген еңбегі елеулі орын алады. Бұл еңбекте психолингвистика пәніне мынадай тілдің үштік аспектісі қарастыруды ұсынады. Бірінші аспект бұл тілдік қызмет. Ғалым тілдік қызметті сөйлеу және түсіну процестері ретінде түсінді. Щербаның ескертуінше, түсіну процесі сөйлеу процесіне қарағанда белсенділігі төмен емес. Себебі біз бұрын ешқашан естімеген мәліметімізді түсіне аламыз. Ал екінші аспект тілдік система, ең алдымен сөздік пен грамматика. Дұрыс құрастырылған сөздік пен грамматика берілген тілді мықты меңгертуі тиіс деп жазады Щерба. Сонымен қатар, тілдік жүйе индивидуалды сөйлеу системаларында көрініс табады деген пікірді ұстанады ғалым. Тілдік құбылыстардың үшінші аспектісі бұл тілдік материал. Бұл жеке тұлғалардың қызметі емес, қоғамдық топтың белгілі бір ортада қандай да бір кезеңде сөйлеу мен түсіну бірліктерінің жиынтығы. Лингвисттер тілінде бұл мәтін, филолог түсінігінде бұл әдебиет, қолжазба, кітаптар. Тілдік қызмет пен тілдік материалдың арақатынасы мынадай. Тілдік қызмет мен тілдік материал жасайды. Тілдік жүйе лингвисттер тарапынан тілдік материалдан құралады. Тілдік қызмет әрі тілдік материалды жасайды, әрі тілдік системаның өзгерістерінде де өз бойында сақтайды. Осылайша тілдік құбылыстардың үш аспектілері бір-бірімен тығыз байланысты болып келеді.